Отбасы банктің приложениесіне кіре алмадым, мен паролімді ұмытып қалдым дейтін азаматтарға құнды ақпарат қараңыздар. Отбасы банктің ішіне кіресіздер, White дегенді басамыз. Ол кезде қараңыздар, мына паскодыңызды да ұмытып қалдыңыз, білмейсіз қандай екен. Сондықтан вход по логину, паролі дейді. Соны басасыздар. Одан кейін бұл жерде сіздің пароліңізді де білмейсіз, телефоныңызды білесіз, пароліңізді білмейсіз. Ол кезде не істейсіз? Мұнда тұр. Астына қарасаңыздар, забыли пароль деп тұрады. Негізі бұрын кіріп жүрген болсаңыз, забыли пароль басасыздар. Егер телефоныңыз ауысқан болатын болса, онда изменить номер телефона дейсіздер. Забыли пароль деп басқаннан кейін, мұнда жеке куәлігіңіздің соңғы нөмірлерін жазасыз, телефоныңызды жазасыз, подтвердить дейсіз. Сосын сізге телефоныңызға смс келеді, сол смсті айтқаннан кейін міндетті түрде сіз латын әріптерімен жазылатын парольді придумать етесіздер. Үлкен әріп болу керек, кіші әріп болу керек, сандар болу керек. Сосын міндетті түрде бір леп белгі ма, доллар ма, или хэштег ба, әйтеуір бір знак болу керек. Соны сақтап, пароль жасап аласыздар. Парольді екі рет енгізгеннен кейін, логин пароль жасап біткеннен кейін, одан кейін қайтадан кірген кезде, бүйтіп White деп кірген кезде, уже паскодыңызды айтасыз, сол паскодыңызбен ғана кіріп кете беретін боласыз. Болды. Керемет ақпарат. Пайдалы болатын болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Осы видеоны барынша бүкіл азаматтарға таратыңыздар. Пайдалы.